студенттердин бос убакытын тийимдүү пайдалануу және құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстары бойынша сіздермен жиналыс өткізуді шешіп отырмыз. Сонымен бүгін бізде жақында ғана білім басқармасымен және құқық қорғау органдарымен бірге білім беру мекемелерімен жиналыс болды. Кәмелет жасына толмаған жастардың құқық бұзушылығын алдын алу бойынша біраз мәселелер көтерілді. Бүгін сол жерде айтылған біраз өзекті мәселелерді де талқылаймыз. Сондықтан да осы жиналысқа қатысып отырғандарыңызға үлкен рахмет. Ережеге сәйкес колледж студенттерін колледжге есепке алу, яғни профилактикалық есепке алу негіздері ерекше. Яғни бірінші саты, ол дегеніміз кішкене төмен тәуекел топтар дейді. Бұнда сабақ үлгерімінің төмендеуі жатады. Естеріңізде болсын, ұлдарыңыз, қыздарыңыздың сабағы бір мезгілде төмендейтін болса, онда да біз колледж ішілік есепке алатын боламыз. Мені көріп отырсыздар. Құрметті ата-аналар, сіздерге өтініп сұрайтынымыз, студенттеріңіз біткеннен кейін демалыс уақытысында өздеріңіздің қастарыңызда болады. Және мынау жоғарыда көрсетілген қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамын. Балалардың қауіпсіздігі сіздердің де, біздердің де назарымызда. Рахмет, Рахат Бакенович, баяндамаңызға. Мына келесі сөз кезегін Қуанышбек Жақсылықұлы келіп қосылды қайтадан. Сөз кезегі өзіңіз. Бүгінгі таңда 922 біріккен рейд жүргізілді. Оның ішінде жасөспірім шоғырланатын жерлер текеге бағытталған, яғни мектептің маңайында орналасқан бос ғимараттар, сонымен қатар көптеген жерлерге 664 рейдтік шаралар біз ұйымдастырып өткіздік. Балаларыңыздың телефондарына әрқашан қадағалау жасауларыңызды, аптасында бір болмаса көп тұруларыңызды, қандай сайтқа кіреді, оларын бақылаңыздар деген мәселеге кетіп отыр. Санатымызға алайық, осының бәрін қадағалауда жүрейік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Міне тағы да суретке назар аударайықшы. Міне екінші сурет. Міне біз баламызды неге осындай күйге түсіреміз? Егер өздеріңіз ұрысып, ауыр сөз айтып, көңіл бөлмесеңіздер, баланың сөзін тыңдамасаңыздар, ойын тыңдамасаңыздар, балаға мақтау сөз айтпасаңыздар, және де кез келген жетістіктерін бірге қуансаңыздар, баланы қуанып бөлсеңіздер, бірінші суреттерге өсіп, жайнап өседі екен. Ұра берсең, ұлың сенің жасқанады. Жасқан шақты басынады басқалары. Қол көтермей, тәрбиелесең ақыл айтып, ақылымен ерте елді басқарады. Бала біздің болашағымыз, тірегіміз, біздің болашақ қамқоршымыз. Осыны ұмытпай, құрметті ата-аналар. Қазіргі оқып жатқан студенттер болса, үйлеріңізде белгілі, өздері де айтып жүрген шығар. Бізде колледжде жан-жақты осы Тараз қаласындағы ауруханалармен, емханалармен, сонымен қатар жан-жақты Жамбыл ауданында қарасты ауруханалармен, емханалармен, банктармен келісімшарт жасасқанбыз. Сол жерде білікті врачтардың солармен бірге қатар жүріп практикадан өтеді. Әсіресе өздерінің кураторлары, тәрбиесімен жұмыс ететін Жанна Бақатовна деген кісілер әйтеуір жазып жатады. Балалар, қыздар сабақтарыңды оқыңдар, кіріңдер деп жатады. Ризамыз сіздерге. Осындай карантинге ештеңеге қарамай, әйтеуір балаларымызды оқытып жатырсыздар. Рахмет сіздерге көп-көп. Осымен жиналысымыз аяқталды. Құрметті ата-аналар, қатысқандарыңызға рахмет болыңыздар.